Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Бүгін біз сіздерменен қазақ әдебиеті сабағын бастаймыз. Бүгінгі біздің өтетін жаңа тақырыбымыз Сүйінбай Аронұлы айтыс түрлері. Оқу мақсаты: әдеби шығармадағы тұлғалық болмысты гуманистік тұрғыдан талдау. Бағалау критерийлері: әдеби шығармадағы тұлғалық болмысты гуманистік тұрғыдан талдайды, шығармадағы тұлғалық болмыстың гуманистік қасиеттерін шынайы өмірменен байланыстырады, әдеби шығармадағы тұлғалық болмыстың гуманистік қасиеттеріне сыни пікір білдіреді. Айтыс дегеніміз не? Осы сұраққа жауап алу үшін мынандай бейне материалды бірге тамашалайық. Айтыс халық ауыз әдебиетінің ерекше жанры. Ақындардың белгілі бір тақырыптарға табан астында суырып салып өлең құрап, бір-бірімен жауаптасып, пікір айтысып, сөз сайыстыруын айтыс деп атайды. Суырып салып сөз сайыстыру өнері тек қазақ халқында ғана емес, көптеген түркі тектес халықтарда, шығыс елдерінде бар. Жақсы, айтыс дегеніміз не? Сөз сайысы, шабыт, сөз барымтасы, сөз өнері, талант, пікір талас түрі, сөз додасы, асыл мұра, өнер сайысы. Айтысқа берілген анықтаманы дәл осындай тірексізба ретінде дәптерімізге жазып алайық. Ал айтыстың қандай түрлері бар екен? Айтысты зерттеуші ғалымдар оның көптеген түрлерін айқындаған. Солардың ішінде негізгілері мыналар: бәдік, жар-жар, қыз бен жігіт айтысы, мысал айтыс, жұмбақ айтыс, жазба айтыс, ақындар айтысы. Бәдік айтыс жырлардың көне түрлерінің бірі. Бәдік деген халық нанымы бойынша малдың айналшық ауруының иесі. О бастағы бәдік айтыстарда сөздің магиялық құдіретімен бәдікті алдап арбап басқа жаққа көшіріп жіберуге ұмтылыспай қалса, кейіннен бұл жастардың той томалақтардағы әзіл қалжың айтысына айналған. Жар-жар қыздың ұзату тойында айтылатын айтыс. Мұнда бозбалалар қызбен қоштасып, жігіт жағындағы туыстарын мақтап, қыз көңілін ауласа, қыз олардың өз туыстарындай болмайтынын айтып налиды. Мысал айтыста ақын өлі адамның, аруақтың, жан жануарлар мен құстардың атынан сөйлеп, айтар ойын мысал арқылы білдіреді. Жұмбақ айтыста ақындар бір-бірінің тапқырлығын, біліктілігін, дін жолындағы танымын өлеңмен жұмбақ ретінде жасырып, оны өлеңмен шешіп отырады. Ақындар айтысында ақындар өз руының, елінің, жерінің намысын қорғап додаға түседі. Мұнда үлкен әлеуметтік, маңызды мәселелер қозғалады. Айтыс көбінесе өзінің мазмұны мен сипаты жағынан тұрмыс салт жырларымен терең үндесіп, астасып жатады. Сондықтан ондай айтыстарды кейде салт айтысы, кейде әдет ғұрып айтысы деп атап, оның ішіне бәдік, жар-жар, қыз бен жігіт айтыстарын кіргізеді. Дегенмен айтысты өз ішінде жіктеу мейлінше шартты. Олардың арасына үзілді-кесілді шек қою қиын. Жақсы балалар, айтыстың түрлеріменен таныстық. Айтыстың түрлерін қысқаша тірексізба ретінде дәптерімізге түсіріп жазып алайық. Айтыстың түрлері: жұмбақ айтыс, бәдік айтыс, өлі мен тірінің айтысы, жануарлар мен иесінің айтысы, осы күнгі айтыс, салт айтысы және жар-жар айтысы. Айтыс туралы Мұхтар Әуезов айтысқа айтыс сөз барымтасы деген анықтама берген екен. Және де қазақ әдебиеті тарихы еңбегінде айтыс өлеңдерін әдет ғұрып айтысы және де ақындар айтысы деп ірі екі топқа бөліп қарастырған. Айтыс деген атаудың өзі айтысу, тартысу, дауласу және де жарысу, сынасу деген мағынада қолданылады. Осындай айтыс өнерінің көрнекті өкілдерінің бірі Сүйінбай Аронұлы. Сүйінбай Аронұлы кім? Осы сұраққа жауап алу үшін қазынаны тап ойынын бірге ойнайық. Берілген сұрақтарға мәтіннен
Ақпараттарды іздей отырып дәлелді жауап береміз. Сүйінбай Аронұлының туған жылы дүниеге келген жері. Сүйінбай Аронұлының арғы-атасы кім? Сүйінбай Аронұлының нағашысы кім болған? Неше жасынан бастап ақындық жолға түседі? Халықты тәуелсіздік үшін күресуге шақырған толғаулары. Қай ақындар менен айтысқа түсті? Смайылов Сүйінбай ақынға қандай баға береді? Дескриптор сұрақтарға жауап береді, дәлелдер келтіреді. Келесі тапсырма. Балалар, Сүйінбай туралы айтылған мына өлең жолдары нені білдіреді? Ойыңызды 4 сөйлем арқылы дәлелдеңіз. Сүйінбай 10 жасында қалды жетім. Жылаумен секпіл басқан екі бетін. Жетімді жетілдіріп жүйрік еткен Алланың көрмеймісің құдіретін. 4 сөйлем. Үзіндіде өзіндік пікіріңізді бір сөйлеммен жазыңыз. Толғаудағы кейіпкер ақын мінезін ерекшелеп тұрған сөз бен суреттемелерге 2-3 мысал тауып, бір сөйлеммен дәлелдеңіз. Автор бейнесіне гуманистік талдау жасап, мысал келтіріңіз. Үзінді бойынша өзіндік қорытынды шығарыңыз. Дескриптор үзіндідегі автор бейнесін анықтайды, автор бейнесіне гуманистік тұрғыдан талдау жасайды, өзіндік көзқарастарын дәлелді жеткізеді. Енді осы сабағымызға зерде әдісі арқылы кері байланыс жасайық. Тақырып бойынша алған ақпараттарыңыз, сабақтағы көңіл күйлеріңіз, жетістіктеріңізге қандай баға берер едіңіздер? Өз бойларыңызда нені дамыту керек деп ойлайсыздар? Бүгінгі сабақта сіздерге келген жаңа ой. Үйге тапсырма. Сүйінбай мен Қатағанның айтысы. Оқып, мазмұндап келеміз. Осымен бүгінгі біздің қазақ әдебиеті сабағымыз аяқталды. Назар аударып тыңдағандарыңызға көптен көп рахмет. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.